Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Менде кезекті рецепт. Биылғы жылдың хит болып жатқан трендтегі пирогын мен пісіретін боламын, және де бетіндегі сердечкалардың неге қоңыр болып кететінін, осындай қызыл бояумен бояса да неге шықпай қалатынын мен сіздерге видеода түсіндіретін боламын. Міндетті түрде видеоны ең алдымен жасамас бұрын бір көріп шығуға кеңес етемін. Ең алдымен бізге жұмыртқа және қант қажет. Осы екеуін жақсылап көпіргенге дейін араластырып аламыз. Міндетті түрде миксердің жай жылдамдығынан бастап жайлап қоса отырып, барлық жылдамдығында өте жақсы көпіргенше қозғайтын боламыз. Міндетті түрде ингредиенттердің барлығын описанияға қалдыратын боламын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Және де қазақша контентті қолдау үшін, қазақша каналдың дамуы үшін лайк басып, және де өздеріңіздің пікірлеріңізді де білдіре отырыңыздар. Осылай жақсылап жұмыртқамыз көпіруі тиіс. Менде шамамен 3 минуттай уақыт кетеді. Сіздердің миксерлеріңіздің мощностына қарай бұл. Міне осындай болған кезде тоқтатамыз. Бірденнен үстіне сүт құямыз. Және де сұйық майды құямыз. Сұйық майдың орнына сары май пайдалансаңыздар да болады, ертіп құйып. Бірденнен миксермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсы араласқанша ғана қозғаған жеткілікті. Енді құрғақ ингредиенттерді салатын боламыз. Құрғақ ингредиенттерден ұн және ұн қопсытқыш қана. Бірденен барлығын саламыз, немесе екі бөлікке бөліп салсаңыздар да болады. Мен миксермен араластыратын болғандықтан барлығын бірденен сала бердім. Міндетті түрде ұн електен өткізілген болуы тиіс. Жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Миксердің мен жай жылдамдығымен араластырдым. Міне өте әдемі қаймақ сияқты, қою қаймақ сияқты масса шықты. Мүлдем түйіршіктері болмауы тиіс. Арасында ұндар піскен кезде ұндар жүрсе, онша емес болып қалады. Бетіндегі жүрекшелер жасағанға бір осындай толы қасық салсаңыздар негізінде жеткілікті. Мен 2 қасық салған едім, кішкене артылып қалды қызыл тесті. Сондықтан бір толық қасық қолдана берген дұрыс. Мен осындай сухой краска пайдаландым. Кез келген пісіруге арналған краскаларды пайдалана берсеңіздер болады. Бетіндегі сердечканың басында осылай қызыл болып піскеннен кейін қоңыр болып қалу себебі осы қызыл красканың. Ол сіздердің краскаларыңыздың сапасыз болғандығы және де 180 градусқа шыдамауы. Сондықтан да сапалы жақсы красканы пайдаланған дұрыс. Гелевой болсын немесе сухой болсын өте жақсы красканы пайдалансаңыздар, мүлдем түсін өзгертпейді. Пакетиктегі өте арзан краскалар бұл пирогқа жарамайды, себебі сердечкаларыңыз қоңыр болып қалады. Осы кезде пештеріңізді қосып қойыңыздар, градусты 180-ге қойып. Менде форма диаметрі 24 см. Егер де кішкене биік болған қаласаңыздар, 22 етсеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен медициналық шприцті пайдаландым. Осылай жақсылап бетіне ғана сығып шығамыз, шприцті батырмаймыз. Қолданылмаған таза шприцпен жасасаңыздар болады, немесе қасықпен жайлап тамыза отырып жасасаңыздар болады. Әйтеуір осылай домалақ етіп құйып шықсаңыздар болғаны. Бір келкі айналдыра құямыз осылай. Шпажканың көмегімен осылай жақсылап айналдырып шығамыз. Кезек қатарда айналдырамыз осылай. Кішкене шпажканы басыңқыраңыздар, сонда сердечко анық шығады. Міне осылай. 180 градуста 25-30 минуттың көлемінде пісіріп аласыздар. Беті қызарған кезде піскеннен кейін дәл осылай шпажканың көмегімен піспеген тексеріп көрсеңіздер болады. Менде 28 минуттың ішінде пісіп шықты. Өте керемет болған. Жасауға міндетті түрде кеңес беремін. Және де бетінде сердечкаларын жасамай, тек қана классикалық пирог ретінде жасап қойсаңыздар да өте керемет болады. Іші тығыз және де жақсы көтеріліп шығады. Піскеннен кейін 20 минуттан кейін формадан шығара бердім. Басылып қалған жоқ, сол бойында қалды. Және де 15 минуттың ішінде желініп кетті. Өте дәмді, керемет болған екен. Бетіндегі узорларымен де бір ерекше көрінген.
Егер де менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және де менің каналымда сізге қажетті өте көп рецепттер бар, сондықтан маған тіркеліп алуды да ұмытпаңыз. Міне, пирогтың іші осындай воздушный өте керемет болған. Сондықтан да жасап, және де маған пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.